Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін өте оңай дәмді пирог дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқаның үстінен қантты салып, жақсылап ағарғанша миксерлейміз. Болғаннан соң үстінен айранды және де ерітілген сары майды құямыз. Тағы да жақсылап миксермен араластырамыз. Енді ұнның үстінен разрыхитель мен какаоны қосып, жақсылап араластырып, массамыздың үстінен саламыз. Миксермен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Бізде дәл осындай қою масса шығуы қажет. Енді керекті формамызды дайындап, үстінен құямыз. 180 градуста 30 минут пісіреміз. Ол уақытта пропитканы дайындаймыз. Ол үшін сүттің үстінен қантты салып, жақсылап ысытамыз. Ерітіп алу қажет болады. Енді қаймақтың үстінен ерітілген шоколадты саламыз, немесе какаомен алмастырсаңыз болады. Жақсылап миксерлейміз. Болғаннан соң талғамымызға қарай қантты салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң салқын жерге тоңазытқышқа салып қоямыз. Пирогымыз піскеннен кейін осылай үстінен тесікшелер жасаймыз және де сүтті ыстықтай құйып шығамыз. Толықтай сіңгенше осылай формасымен қалдырып қоямыз. Болғаннан соң осылай кесіп шығамыз. Енді үстінен кремді жағып, салқын жерге 1 сағаттай уақытқа қойып қоямыз. Сонымен біздің пирогымыз дайын, өте оңай, ешқандай уақытыңызды алмайды. Міндетті түрде жасап көріңіз, ас болсын.